Қайырлы күн достар, бұл іскердің кезекті шығарылымы. Бүгінгі біздің зерттейтін бизнес түрі ерекше. Ол плов центр. Нақтырақ айтатын болсақ, бәрімізге белгілі Макс плов центр. Достар, сондықтан шығарылымды толықтай қараңыздар, достарыңызға таратыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Бұл іскер және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Ассаламуалейкум. Так, біз қазір қай жердеміз? Біз қазір Макс плов центрдің бірінші точкасындамыз, алғаш точкасындамыз. Бұл точка 6 август күні ашылды. 6 августтен бері тоқтамай жұмыс істеп келе жатыр. 6 август, қайсыншы жыл? 21 жылы. 21 жылы. Биыл бір жыл болды, Биыл да 6 августта ровно бір жыл болды. Так, біз сізді осыған дейін продюсер, актер, сценарист ретінде танымыз, енді кәсіпкер ретінде танып отырмыз. Жалпы осы Макс плов центр ашам деген идея қайдан келді? Жалпы бұл идея мен басында ойламадым. Басында просто мен бір жерде жұмыс істеп, ол жерден шығып, жеке өз басыммен жұмыс істеймін деп, Инстаграмды қолға аламын деп кеттім да, ол жұмыстан. Сөйтіп бір жаңа жалпы стористің просмотрларының охваттарын көбейтетін бір тема керек болды да маған. Просто үйде палау жасап жатқан жерімнен түсіре салдым да, палау жасап жатқан. Поэтапно. Майынан бастап соңына дейін. Қалай жасалатын, қалай бәрін жасалатын. И стористер 2,5 есе просмотр көбейіп кетті. Енді осы керек маған да. Сөйтіп плов жасап, плов түсіріп жүрдім. Достарым шақырып бастады, жұмыстағы достарым шақырып бастады, давайте бізге де жасап бер, бізде көрейік деп. Сосын тауда жасап бастады, сөйтіп где-то бір 1,5 жыл жүрдім. Просто не қылып. Просто сторисқа түсіріп? Просто сторисқа түсіріп, сохранять етіп, сторисқа түсіріп, вообще ой болмады, ашамыз дейін. Сөйтіп, шет жақтан көп уже ұсыныстар түсіп бастады. Кәсіпкер достарым, давай ашайық та, давай ашайық. Мен вообще оған өзім сенбедім да басында. Қой, что за бред деп вообще сенбей. Бірақ подписчиктерім постоянно жазатын. Что там, давай, плов центр ашсай, бізде жегіміз келеді деп. Ана, басқа қалалардан, осы жерде жүрген. Сол үшін осы жерде біреуге достарыммен жиналып палау жасаған кезде постоянно маған жазатын да. Жоқ, хотя бір порциясын беріп, алып кетеміз деп. Мен сөйтіп специально ертесіне салатын едім да. Ес болмасын деп. Сөйтіп жүрген кезде Рүстеммен Өзбекстанға барамыз деп шештік. Бардық, оның алдында бір-екі рет мен опрос жасап көрдім. Уже тема постоянно сұрақ қоя бергеннен кейін мен уже не қылдым да, андай ойлана бастадым да. Бір-екі рет опрос жасадым. Опрос вообще қырғын болды, страшный жауаптармен кәдімгідей. Сөйтіп Өзбекстанға барған кезде тоже вообще басқа жұмыстармен бардық та. Просто опрос жасай салғам, қалай ойлайсыздар, не үшін бара жатырмын деп. Сөйтіп бәрі жазып кетіп, плов центр деп. Сөйтіп келдік, сол Рүстем екеуміз ойланып. Уже полностью кірістіңіздер, да? Негізі, по идее, бұл мен түсінгенім бойынша бір хоббида жасаған нәрсе ба, по сути? Иә. Просто вообще андай бизнес жасаймыз дейтін идея болмады. Просто давай енді бәрі жазғаннан кейін уже просто көрейік дедік та. Яғни сіз өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналысып, артты кәсіпке айналып дейсіз ғой. Иә, сөйтіп как раз сол Өзбекстанға барған кезде бізбен бір біздің инвесторымыз осы точкаға, екі точкаға ақша берген инвесторымыз как раз сол сапарда бізбен бірге болды. Сөйтіп ол естіп, давайте мен егер ашатын болсаңдар, давайте мен ақша берейін деді. Давай, сөйтіп бәріміз келісіп. Бір идеальный жиналу болған кім ғой? Идеальный жиналыс болды. Негізі как будто сол жерге арнайы осы плов центрдің жұмысы үшін барған деп. Сондай сияқты болды да. Сөйтіп келгеннен кейін ашып көп локация, көп уақыт локация іздедік, таптық. Тапқаннан кейін бастадық. Кстати, вот ровно бір жыл бұрын апрельде екінші рет сол Өзбекстанға бардық біз. Жалпы полностью повар іздеп, рецепттер іздеп. Қазір даже Инстаграмда көрсетем. Вот мен 18 апрель күні папам туған күні әр жыл семьямызбен барамыз Шымкентке. Вот ұшып кеттік. Бұл где-то 15-16 апрель
И дальше сол туған күннен кейін міне келдік, сразу басталды. Самса. Сосын келесі міне қайлайсыз Ташкентке кеттік, Ташкенттен Самарқандқа, Ташкент қайттан Шымкентке келдік. Шымкентте қалдым мен, жаңағы мастердің ондай үйреніп біраз. Өзі ровно 1 жыл бұрын как раз сол теманы біз бастадық. Осы ашамыз деп бастадық, локация іздеп. Локацияны біз апрель-майда таптық. Майдың соңынан бастап уже ремонт жасап бастадық. Ремонт где-то бір ремонт енді созылып кетті, потому что мына жерде көп нәрселер, вообще страшно переделкілер болды. Мына жерде кезінде индийский ресторан болатын. Индийский ресторанның, в общем, біз келдік те ойладық, мына оборудование бар, қазір чисто стенаны ремонт жасап кетеміз. Сөйтіп кірдік, енді андай ғой, аппетит во время еды открывается дегенмекші. В общем, бастадық, мынау ұнамайды, анау ұнамайды, мына жерде комнаталар болды, бұл бәрін боздырдым. Сосын, в общем, көп нәрселер басынан өзгертілді. Мына жерде кухня болмайтын, мына жерде чисто навес болатын. Ана терезені алып есік жасадық, мына жерге қазандар қойдық. Басында еға қазан болған, и тандыр болған. Ол тандырды алып тастап, 3-ші қазан қойдық. Тандыларды ішке өткізіп. В общем, өте көп біраз жұмыстар болды. Сөйтіп біраз созылып кетті. И ашылдық. Біз 6 август күні ашылдық. Біз ойладық, ашылғанда там вообще адам аз келеді деп ойладым да мен өзім. Сөйтіп қанша бір 15, где-то 17 килограмм күріш бастық та. Бірінші күні ма? Бірінші күні. Ол вообще 40 минутта бітіп, мына жерде адамдар келіп жатыр, палау жоқ, не істейміз, кипиш. Көп нәрсе тоже, мына жерде көп нәрселер өзгерді. Басында посудасы басқа еді, біз фастфуд сияқты қылып жасадық қой басында, андай одноразовый посудамен, андай крафтовый қымбат посудамен. Сосын уже где-то бір аптадан кейін түсіндік, ол қымбат крафтовый посуда просто мусорға кетіп отқан. Сөйтіп уже андай посуданы да ауыстырдық. Мына жердегі полностью подходты да ауыстырдық, кассовый зона да ауысты, выдача ауысты, көп нәрселер ауысты да. Сөйтіп бара-бара қазір уже қанша августтан бері көп өзгерістер болды. Мына сол қателіктерді ескере отырып біз екінші точка аштық. Екінші точкада да өте көп қателермен жұмыс істедік та. Бірақ екінші точканың да тоже қателері бар. Оны да біз ескеріп, қазір енді үшінші точканы ашқан кезде ол қателіктерін полностью ескеріп, үшінші точканы одан да жақсы қылып ашамыз да. Андай кішкентай мелочтері бар да, андай кухняның расположениясы, бір есік, мысалы үшін бір 2 метр ойланбағандай орналасқан да. Сондай моменттер процесске өте қатты әсер етеді да. Жалпы осы жаққа адамдарды қызықтыру үшін қандай реклама түрі пайдаланады? Реклама тек қана ең басты реклама жалпы мынау менің парақшамнан болды. Жалпы мына бүкіл басынан Инстаграм парақшаңызды, да? Инстаграм парақшамнан жалпы осы палаудың қалай дайындалып, жалпы мынау ашылғанға дейінгі бүкіл процессті қадағалап, көріп жүрген адамдар болды. Даже кейбір адамдар андай кейбір оқырмандарым бар, именно мынау Өзбекстанда жүріп іздеп жүрген кезде, мына локация іздеп жүрген кезде жазылған адамдар бар да. Сөйтіп болеть етіп, сөйтіп келген адамдар да, в основном ең басты. Содан кейін бізде Инстаграм бар, Max Love Center'дің Инстаграмы, сосын ең бастысы қазір TikTok. TikTok трендте. Біздің TikTok біз қанша 5 айдың ішінде өте жақсы результат көрсеттік TikTok'та. Сол TikTok'тан өте көп адам келеді. Жалпы мынау кішкентай мектеп оқитын біздің клиенттеріміз әке-шешелерін алып келеді. Сосын жалпы мынау TikTok'та тек қана жастар отырмайды ғой. Үлкендер де отырады, жасы барлар да тоже олар да TikTok'тан келеді. Кейбіреулер менің парақшамнан келеді, кейбіреулер TikTok'тан келеді. Кейбіреулері Max Love Center'дің Инстаграмынан келеді. Официальный страницасынан. Официальный страницасынан. Кейбіреулері былай сарафан дейді, сарафанный радиомен келетіндер бар. Бірақ қазір уже қалыптасқан өзіміздің клиенттеріміз бар. Басында адамдар түсінбейтін да, мысалы үшін Love Center онда, мысалы үшін шығыс елдерінде палау жеу дәстүрі бар да, өзінің культурасы бар да. Мысалы үшін палауды тек қана сағат 11-де ашылады қазан, 2-ге дейін жейді, все. Өзбектер 11-де ашады, 2-ден кейін Өзбекстанда, Ташкентте палау табу өте қиын. Өйткені олар кешкі асын үйде ішеді да бәрі. И ол жерде бәрі четкий дисциплинамен да, олар уақытында келеді,
жейді да кетіп қалады сразу жұмыс істеп дальше. Именно сол и бұның қандай плюсы бар? Мысалы үшін біріншіден дисциплина, екіншіден сен вовремя, келесің уақытында свежий жейсің да. Мысалы үшін кейбірді ресторандарда, мысалы үшін пловты жылтып бере салады да, кешегі пловты жылтып беру мүмкін. Ал бұл жерде сіз именно андай свежий, прям жаңадан піскен қазаннан алып салып береді. Біз именно соған үйреттік та, мысалы үшін мына жерде байқасаңыздар 12-16 деп тұр, 18:00 деп. Бірақ бұл басында сағат 12-де ашатынбыз қазандарды, и сағат 6-да ашатынбыз. Екі ашатын. Екі рет, сосын 3 рет уже ашып бастадық, потому что біз... Мен білімше Алматыда ондай жер жасайды, негізі 2 рет ашатын, Мен білмеймін ондай қай жерде бар екенін. Мен мақтанып жатқан жоқпын, бірақ білмеймін ондай қай жерде бар екенін. Мысалы үшін басында біз 12-де и 6-да ашып жүрдік қазандарды. Сосын бірақ ортасында бізде жақсы андай манта, шашлык сатылатынды. Бірақ адамдар мұндай ондай дисциплинаға үйренбегенде түсінбейді. Мысалы үшін Қазақстанда любой уақыт плов жей бересің, сол жерде жей бересің. Мысалы үшін мына шығыс елдерінің дәстүрі бойынша ондай емес та, бәрін уақытында жеу керек. И сосын ойлана келе біз сағат 3-те тоже давайте бір қазанды ашайық деп сөйтіп сондай шешімге келдік та. Енді қазандар сағат 12-де, 3-те и 6-да. 3 рет ашылады. Бірақ соған уже үйренген адамдар, біздің постоянный клиенттеріміз оны біледі та. И менің ойымша ондай дисциплина болған дұрыс. Әр кафенің, әр ресторанның өзінің дәстүрлері болу керек та. Сол дәстүрлерді клиенттер сыйлау керек та. Бірақ кейбіреулер түсінбейді. Кейбіреулер неге 11-де келеді, неге палау жоқ деп ұрсады. Или кешке вообще палау болмау керек. Мысалы үшін 10-ға дейін палау, ең край сағат 8-ге дейін болу керек та, палау, все. Одан кейін уже свежий палау деген жоқ. Либо ондай специальный андай түнде палау жасайтын жерлерге бару керек па, білмеймін. Сізде график қандай бұяқта? Бізде график таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 10-ға дейін жұмыс істейміз. Таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін. Бірақ 10-да ашыламыз, 10-да бізде уже сағат 10-нан бастап самса, біздің тандырный самсалар жек көрдің ғой, білесің ғой, біздің фирменный. Капля самсамыз, сосын сорпа іше аласыздар, бірақ палауды сағат 12-де ашылады. Бірақ қазір тоже ойланып, завтрак деген темалар жақсы дамып жатыр ғой, біз Алматыда именно завтрак деген темалар, таңғы астар. Специально уже бөлек-бөлек уже тек қана таңғы ас жасайтын кафелер пайда болып жатыр. Соны тоже біз қолға аламыз ба деп отырмыз, таңғы астарды. Жалпы осы страницаның жаңағы TikTok, сіздің жеке страницаңыз бар, Instagram, и Max Plov Center'ның официальный страницасы бар, Осы страницалар кім жүреді негізі, әлеуметтік желілерді? Әр әлеуметтік желінің страницасының, өзінің парақшаларының, өзінің группалары бар. Мысалы үшін TikTok'та өзінің группасы бар. Бір команда, белгілі бір команда жұмыс істейді? Бөлек команда, жаңағы Instagram'да бөлек команда істейді. Сіз өз страницаңызды өзіңіз жүргізесіз? Мен өзім жүргіземін. Жалпы осы Max Plov'тағы пловтың технологиясын пайдаландыңыздар? Технология болғанда жалпы пловтың технологиясы бір ғой. Основасы ұқсасы бір, бірақ әр өңірдің, әр аспаздың өзінің рецепті болады. Жалпы мен өзім жасап жүрген басында самарқандский палау ең маған ұнайтын. Бірақ ең бастысы, ең қатты ұнайтын маған бухарский палау. Бухарский ең диетический палау, бірақ ондай палау бізде табу қиын, вообще жоқ Қазақстанда ондай палау. Ташкенттің өзінде өте андай сирек кездеседі ондай палаулар. Сол үшін ең соған жақын дәмі бойынша, түрі бойынша самарқандский палау. Сол енді самарқандский палау жасағаннан кейін өзіме ұнатты, самарқандский өзіміздің. Менің лично фирменный палауым өзім жасайтын. Соған қоса енді халыққа танымал, халық уже білетін, көп жейтін, жеп жүрген постоянно ташкентский палауымыз бар, екі палауымыз бар. Ол енді жалпы былай ғой, мысал үшін бір кез келген палауды алайық, мысалы үшін самарқандский палауды алайық, ол палауды әр повар өзінше істейді. Сол үшін ондай прям бір нақты технология жоқ ол жерде. Әр повар қанша аспаз болса, соншама рецепт болады, соншама технология болады. Давай персоналға келейік полностью. Жалпы официанттардың графиктері қандай, олар қалай жұмыс істейді?
Официант, кассир, бізде официанттар жоқ. Бізде жалпы система жаңағыдай фастфудтағыдай кіресің, заказ бересің, номерок береді, сол номерокпен күтесің заказың дайын болғаннан кейін бізде андай микрофондар бар, сосын телевизорлер бар, дисплейде шығады. Дәулет А24 сіздің заказыңыз дайын деп. Өзің көрмесең жаңағы сборщиктер, раннерлер саған микрофонмен ескертеді. Осында заказыңыз дайын деп есіңе салып, алып кетесің, суып қалмау үшін. Жалпы бұл істеп жатқан себебіміз не үшін? Өйткені жалпы қазір заман өзгеріп жатыр, форматтар өзгеріп жатыр, доставка қазір өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Соған сай жалпы адамдар қазір мысалы үшін үлкен қалаларда біз енді уақытты үнемдеуді үйреніп жатырмыз да қазір шетелдерден де. Ең қымбаты уақыт ақша деген мақал бар ғой, соны енді біз түсініп жатырмыз. Сол себептен біз қазір мысалы үшін адамдардың уақытын үнемдеу үшін именно осы форматқа келіп келесің, тез заказ бердің, отырдың, жедің, кеттің, все, отырмайсың, уақыт өткізбейсің, сондай тема да. Сразу алып келесің. Ну, фастфудтың жаңасы фастфудтың темасы да, жалпы мынау идеясы да сол, мысалы үшін восточный кухняны бұрында ешкім жалпы былай біз сияқты үлкен масштабта жасамағанда болды проекттер, ұқсас проекттер болды, бірақ масштабы кішкентай да оның андай жалпы андай кішкентай бір 5-6 адамға 5-6 столға немесе там кішкентай контейнер қылып жасап шығарған форматтар болды. Бірақ именно былай біз сияқты үлкен 500 квадратқа үлкен посадкамен там 5-6 қазан, 5-6 тандырмен жасап ондай адамдар болмады. Енді біз ең бастысы жаңағы өзің продукт, мысалы, не сатасың? Бургер сатасың ба, самса сатасың ба, палау сатасың ба? Сондай болу керек, ең качество болу керек. Мысалы үшін көп ондай случайлар болады ғой. Біреу айтады, мен анау қаланың шетінде барахолка жақта біреу плов сатады. Сол плов үшін адамдар специально барахолкаға барады да адамдар. Сол сияқты бұл енді жаңа сөздің дәлелі, егер продукттың мықты болса, кухняң мықты болса продукттың, адам любой жерге барады. Сервисқа да неге де қарамайды с вами. Сервисқа қарамайды. Түсінікті. Жалпы жұмысшылардың графиктері қандай сол жайлы айтып берсеңіз? Жұмысшылардың графиктері, мысалы үшін бізде официанттар жоқ, раннерлер мен кассирлер 2-2 жұмыс істейді, 2 күн жұмыс істейді, 2 күн демалады. Поварлар аптасына, мысалы үшін палау жасайтындар аптасына 1 рет демалады. Или аптасына, или 2 аптада 1 демалады. Неге нагрузкаға байланысты. Бірақ әр, мысалы үшін, аспаздың өзінің помощнигі бар. Ол 2 помощнигі, 2, то есть былайша айтқанда 4 помощнигі бар. 4 помощнигі бар ма? 2 күн істеп, 2 күн демалады, 2 күн істеп, 2 күн демалады. Сол сияқты, мысалы үшін, самса жасайтын адамдардың да, поварлардың да помощниктері бар. Демалам деген кезде замена жасайтын адам бар точно. По возможности бәріне біз условия жасап беріп жатырмыз да. Осындай плов-центр ашу үшін қанша населенность болу керек жалпы бір қалада? Мысалы үшін қараңыз, біз қазір Алматыда 2 миллион ба, 2 миллионға біз примерно 5-6 ауылын ашамыз ба деп отырмыз, максимум 5-6 ауыл. Бірақ бізде шет жақтағы көршілес аудандар көп қой. Мысалы үшін бір 500 квадраттық плов-центрда 400 мың, 200-ден 400 мың адам санының арасындағы қалаларға аша берсе болады. 200 мың мен 400 мың арасында ашыла береді, Ол примерно квадратурасы қанша квадратта? Короче, где-то бір, былай айтайықшы, где-то бір 350 мыңдық қалаға 500 квадраттық бір плов-центр смело ашса берсе болады. Давай былай елестетейік, мен осындай бір плов-центр ашу үшін неден бастауым керек, поэтапно түсіндіріп жүрсеңіз? Бірінші ақша жағы керек. Ақша, финансовый директор керек. Жалпы бірінші математикасын есептеп алу керек, отырып есептеу керек. Маған мындай объемда менде жалпы қанша ақшам бар? Мысалы үшін 100 мың ақшам болса, 100 мыңға мен не істей алам деп отырып біріншіден есептеу керек. Сосын кейін барып повар табу керек. Сосын барып повар табу керек. Бірақ повар ең маңызды повар. Повар екі вариант. Либо ақшамен бастасаңыз болады, либо жақсы повармен бастасаңыз. Жақсы поварға ақша табу оңайды. Ақшамен бастау оңай. Здесь андай моменттерде разница жоқ. Либо сіз повармен бастайсыз, либо ақшамен бастайсыз. Сөйтіп
бірінші есептеу керек. Мысалы үшін 100 мың бар ма, 100 мыңға мен не жасай аламын, 100 мыңды қанша уақытқа дейін мен соза аламын. Сол бюджетке сай сіз формат ойлайсыз. Мысалы үшін минимум 3 айға или жарты жылға сізге помещение керек. Сол ақшаңызды шығарасыз сразу бюджеттен. Сосын непредвиденный расходтар шығарасыз. Сосын қалған ақшаға қандай помещение ала аламын, қандай оған ремонт жасай аламын. Полностью бәрін есептеп, форматын түсініп, процесстері өте көп. Оның процесстері өте көп. Сол үшін егер бизнес бастайын десеңіздер, опытыңыз болмаса, лучше қасыңызға білетін адаммен, мысалы үшін біз басында көп нәрсені білмедік. Общепитке бірінші рет келдік. Біз сразу білікті адамдарды алдық та, операционка жүргізетін кезінде. Осы сферада опыты бар адамдар ғой. Бургер Кинг, KFC-де, Starbucks'та істеген адамдармен, өйткені бізде фастфуд форматы, сол адамдарды бір адамды алдық, аты Бахтияр деген кісі. Бізбен бірінші күннен бастап жұмыс істеп келе жатыр ол кісі. Қазір ол уже директор по развитию болды. Басында операционкаға жауап беретін болған. Сол кісіні алдық, сонымен кішкене бізге оңайлау болды. И бірақ біз өзіміз тоже кірістік та. Өзіміз кірістік, бізге қызық болды. Бұл қалай, вообще как бизнес устроен деген сұраққа бізге постоянно сұрақ болды да бізде басымызда. Сөйтіп бара-бара қазір мысалы үшін мен мақтанып жатқан жоқ, бірақ біз общепитте біліміміз жоқ, бірақ осындай результатқа келгенімізге біз өте жақсы қатты қуанамыз да, өте қатты қуанамыз. Соған сол бізді постоянно мотивировать етеді, күш береді. Түсінікті. Осындай плов центрде сезон бар ма? Сезоны кейбіреулері бар дейді, кейбіреулері жоқ дейді, бірақ сіз енді почти бір жылдай болып қалды жұмыс істеп жатқанда. Почти бір жылдай уже бір қай мезгілде жақсырақ жүреді? Мезгіл болғанда ауа райы бойынша айтайын. Мысалы үшін енді жаңбыр болған кезде, қар болған кезде адамдар азаяды, міндетті түрде азаяды. Бірақ суық мезгілде күз, қыс, көктемде адамдар жақсы жейді тамақты. Жазда білмеймін, жазда біз августты көрдік, августте енді ашылғаннан кейін бізде оншандай статистиканы жасап көре алмадық та, енді осы жаз белгілі болады. Белгілі болады, иә. Түсінікті. Бұяқта бірақ погода нашар күндері доставка көбейе ма? Иә, көбейеді, доставка көбейеді. Сіздер қазір қандай компаниямен жұмыс істеп жатырсыздар доставкада? Біз доставкада Glovo, Volt, сосын Chocoмен жұмыс істеп жатырмыз. Сосын мынандай бізде тағы да бір не бар, ұсыныс бар, иә, ұсыныс. Мысалы үшін үйде туған күніңіз болса, уақытыңыз болмаса, тамақ жасауға, либо офисте жұмыстағы коллективтестерге дастархан жайғыңыз келсе, бізге заранее звондайсыз, осындай күні, осыншама палау, осыншама манты, шашлык, самса керек десеңіз, дайындап қоямыз, дайындап, и мына Яндекстің курьерлерімен жібере аламыз. Қыз келіншектердің құлақтарына алтын сырға, егер үлгермей жатсаңыздар, технично өзім жасадым деп? Маған звондаңыз, шешіп беремін проблема. Құрметті достар, таныс болыңыздар, Макс Плов центрдің бас директорының бірі Рүстем Демекбай. Осында Макс Плов центр өзінің қанша уақытта ақтайды, қай уақыттан бастап доходқа келе бастайды? Бізде Макс Пловта бұл бірінші тәжірибеміз біздің. Бірінші айдан негізі общепит 6 айдың ішінде минуста жұмыс жасап, кейін точка без убыточности шығу керек. Бізде Макс Пловта бірінші айдан табысқа шыға бастады. Бірінші айдан бастап доход келе бастады, Бірінші айдан доход келе бастады. Ал қазір мысалы дәл осы точканы қарайтын болсақ, ол 9 айда ақшасы шықты. График бойынша 9 айда ақшасы қайтып жатыр. Прибыль бойынша. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Қазір екінші нүктемізде 11 айда жоспар бойынша 11 айда шығады. Ақтайды деген ой бар, иә? Осындай Макс Плов центрді осындай приблизительно 500 квадратқа ашу үшін қанша қаражат керек?
1 квадратына $500 деп есептесеңіз болады. Бірінші точкаға, екінші точкаға бізде 80 миллиондай кетті. Ал қазір енді бағаның өсуіне байланысты 100-120 миллион кетеді. 120 миллион осында Макс Плов центрге ше, примерно бір шамамен алғанда 1 жылда ақтайтын бизнес қой, Иә, 1 жылда. Негізі бірақ біз мысалы инвесторлармен кездескен кезде 18 ай деп айтамыз. Өйткені енді бизнес болғаннан кейін әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан негізі общепитте 24-36 ай ақша қайтуы. 24 айдың өзі ол жақсы көрсеткіш. Жақсы көрсеткіш болып Иә, бізде енді қаражат қомақты кетеді мына проектке. Бірақ соның өзінде 12 айда ақтап шығатын болса, өте жақсы проект деген сөз. Қазір бұл уже дохода келіп жатыр, бұл бизнесте. Бірінші айдан бастап. Жақын арада қай қалаларда ашу негізі ойда бар негізі? Бізде алла бұйыртса енді Нұр-Сұлтан қаласы, кейін батыс қалалар, Ақтау, Жаңаөзен, Атырау, Ақтөбе, одан кейін солтүстік қалалар. Это ол франшиза ма или сіз өздеріңіз серіктестермен бе? Франшизаға әлі дайын емеспіз, өйткені бұл өте күрделі бизнес. Және де біз сапаны түсіріп алмау үшін барлығын тиянақты өзіміз айналысқан дұрыс деп шештік. Жалпы осы Макс Плов центрде, жалпы сіз қанша партнер бар? Бізде Мақсат екеуміз, 2 партнеріміз. Мақсаттың негізгі міндеті маркетинг жағы және проекттің стратегиялық түрде жаңағы продуктысы, продуктпен жұмыс жасау, яғни палау, самсасы бар, шашлығы бар. Ал мен бас директормын, мен командамен жұмыс жасаймын, қаржымен жұмыс жасаймын, управление, административный часть барлығы менде. Солай функцияларды бөліп алғанбыз. Ал точкалар, мысалы, инвестор келетін болса, ол серіктес болып, үшінші партнер болып келеді. Ол операционкаға мүлдем араласпайды, ол тек ақша береді. Бүкіл управление, жаңағы басқару бізде. Сізден қолдарыңызда. Түсінікті. Осындай Макс Плов центрдің бір айдың орташа табысы қанша, выручкасы қанша? Былай айтайын, негізі общепитте біз бұл фастфудқа жатады. Фастфудта бір сағатына негізі 50 транзакция болатын болса, мысалы Burger King алайық, Макдональдс алайық, KFC алайық, ол өте жақсы көрсеткіш деп есептелінеді. 50 транзакция, 50 транзакция бір сағатына. Ал бізде орташа көрсеткішпен 57 транзакция болып тұр. Енді сонымен есебін алып келесіздер. Ал бұл жақта мысалы таза, ол вообще бір порцияда таза пайда қанша болады негізі бір пловтан алатын болсақ? Маржаны алатын болсаңыз, бізде орташа есеппен 50%. 50% маржа. Өйткені біз халықтық жоба, бағалар бізде тиімді болу керек. Сондықтан бізде маржа қатты үлкен де емес, қатты кішкентай емес, орташа есеппен 50%. 50%, Сізден бір кеңес болсын, осындай плов центр үшін топ бір сұрақ болса, осы сұрақтарға жауап болса, міндетті түрде жүреді деген. Ең бастысы бұл продукт, яғни өнім. Өнім егер дұрыс болатын болса, адамдарға ұнайтын болса, бағасы бар, басқасы бар. Продукттың ішінде ең маркетингде 4P деген бар. Продукт. Біріншісі продукт. Продукт дұрыс болатын болса, ол кезде ары қарай сол продукттың негізінде центр продукт болып есептеледі. Продукттың негізінде ары қарай команданы құрып, жаңағы проектті масштабировать етуге болады. Ал егер продукт дұрыс болмайтын болса, адамдарға ұнамайтын болса, адамдар аз келіп, жаңағы сатып алмайтын болатын болса, ол кезде оны бизнес қылып жасай алмайсыз. Сондықтан бірінші продукт бізде мысалы көп адам енді палау сатады, самса сатады, шашлық сатады. Бірақ именно біз продуктқа негізделдік. Басынан адамдарға не ұнататын, өзіміз ұнататын, өзіміз бір удовольствиемен жейтін тағамды іздеп, біз өте ұзақ ізденісте болдық. Солай продукты бірінші упаковать етіледі. Продукттан кейін екіншісі команда. Командасыз бәрі бесполезно. Егер команда тәжірибесі болмайтын болса, команда жаңағы біз основательдер махаббатпен жұмыс жасағаннан кейін командада сол махаббаты болмайтын болса проектке, жаңағы жанашырлығы, адамгершілігі, жаңағы қарапайым нәрселерді көре білуі, детальдар, мелочьтарға мән беруі, жаңағы плюс еще профессионализм. Негізі профессионалды адам қылу қиын да, адамды профессионал қылу оңай. Сондықтан біз командаға қатты көңіл бөлеміз. Басынан бастаған кезде команданы дұрыс алуға тырыстық. Екіншісі ол команда. Үшіншісі ең бастысы жаңағы қаржылық грамотность дейміз ғой, финансовый грамотность.
яғни бүкіл цифрларды, бизнестің цифрларын білу. Өйткені онсыз да, егер цифрларын білмейтін болсаң, бір акция жасай саласың, білмеймін, тағы бір нәрселер жасайсың, ол қаражатты минусқа кетіп жатсың ба, плюсқа кетіп жатсың ба, оны білмейтін болсаң. Кетіп қалуы мүмкін дейсің. Иә. Негізі бизнес футбол ойыны сияқты. Футболда жаңағы защитниктер бар, олар бухгалтерия, финансы, гол өткізбейтін адамдар, егер минусқа кіріп кететін болса, сразу алдын ала кассовый разрывтарда болжап айтып отыратын. Ортадағы қызметкерлер бар, жаңағы защитники центральный, олар мына жаңағы поварлар болсын, қызметте өшіріп жүргендер. И нападающийлер. Нападающийлер ол гол соғатын адамдар. Маркетинг бар, продажалар бар, вот сол нәрселер. Сонда получается продукт, команда, финансовый грамотность. Осы үш нәрсе болса, бизнес міндетті түрде жүреді, Бүкіл система ғой. Продукт, команда, система. Любой жерде сондай. Біз мысалы продукт ретінде идеяны қалыптастық. Бизнес негізі үш ақ нәрседен тұрады. Идеядан, командадан, инвестициядан. Жаңағы айтылған нәрсе просто макспловқа алып келетін болсақ. Идея ол продукт. Басынан біз идеямен жұмыс жасап, жаңағы продуктты упаковать еттік, одан кейін команда упаковать еттік. Кейін одан кейін система құру. Өйткені системасыз жұмыс жасамайды. Жаңағы финансовый грамотность деген ол системаның бір ғана бөлігі. Бір бөлігі, түсінікті. Сізге рахмет сұхбатыңызға. Тек сәттілік тілеймін. Алға баса беріңіздер. Жалпы доллардың көтерілуі пловқа қатысы бар ма? Әрине бар. Өйткені біз қазір, мысалы үшін, біз импорттан тәуелдіміз да. Мен соны, в общем, ол маған кішкене өзіме ұнамайды, намысыма тиеді, кішкене, мысалы үшін, жылдың соңына дейін программа құрдық біздің офисте. Жылдың соңына дейін полный жаңағы импорттан тәуелді. Отказ бересіздер полностью, иә? Ол үшін, мысалы үшін, біз күріштен тәуелдіміз, морковкадан тәуелдіміз, жаңа специялардан тәуелді. Енді специялардан біз по-любому тәуелді боламыз, өйткені Нохат, Пакистан, Афганистанда сол ондай. Сонда табиғаттар соған арналған да? Сол ерлерде өседі, Зира, мысалы үшін, тауда өседі, Таджикистан, Афганистан, Өзбекстанда да өседі, бірақ бізде өспейді ол Зира. Сол жалпы мынау екі момент бар, Зира мен жалпы Зира, Зығырмай и жаңағы Нохат. Сол үшеуінен біз міндетті түрде тәуелді боламыз, бірақ ең бастысы, ең көп кететін продукттар бізде сол күріш пен сәбіз. Содан біз енді арылу керекпіз. Жылдың соңына дейін сондай программа қойдық. Доллар қымбаттаған сайын, мысалы үшін, логистика, таможня, бәрі олар білмеймін не үшін, бірақ доллармен есептейді біздің қазақстандықтар. Мен соны түсінбеймін. Біз қазір бір компания бар, біз солармен жұмыс істеп жатырмыз, олар бізге өзінің жаңағыдай алып келеді бізге жаңағыдай продукттарды. Бірақ біз қазір содан полностью арылып, өзіміз енді объемымызды түсіндік та біз өзіміз. Қандай объем, айына қанша объем керек, жылына қанша объем керек, соған сәйкес енді осы жылы қанша тағы да плов-центрлер ашамыз дегенге сәйкес біз уже объемымызды білеміз да жылдың соңына дейін. Соны біле отырып, жалпы қазір Қызылордаға, Мақтаарал ауданына, оңтүстіктегі Мақтаарал ауданына барайын деп жатырмыз да, өйткені ол жерде жалпы күріш өсіріледі. Күріш, біз лазер күрішін қолданамыз, бірақ Қазақстанда өсіледі ол лазер, бірақ лазердің сапасы сәл Өзбекстанда да айырмашылығы бар. Айырмашылығы бар, бірақ сол именно сол сапасын өсіру үшін біз жалпы қазір Қызылордаға барымыз келіп жатыр. Жалпы андай күріш өсіретін адамдармен напрямую сөйлесіп, осындай объемдар бар, давайте осындай немен жасайық, бірақ сосын тағы да ол күріш жайлы тағы да бір план бар. Именно сол үлкен объемдарға. Соны, в общем, пока айта алмаймын, қандай идея екен. Жалпы жаңа продукт ол да. Бірақ таза қазақстандық болады, полностью таза қазақстандық. Принцип сол. Сосын оған тағы да қатысты жалпы менің бір арманым бар. Қазақша палауның рецептін шығару. Өйткені палау ол жалпы андай шығыс тағамы да, оның отаны Афганистан, Пакистан болып келеді. Бірақ жалпы біз осы күнге дейін палауды өзбекше палау жеп өскен адамбыз. Бірақ былай қарасаң, тәжіктердің өздерінің палаулары бар, Әзербайжанның өздерінің палаулары бар, қырғыздардың өздерінің, өзбектердің основасы бар, бірақ какой-то бір айырмашылықтары бар басқалардан, иә? Бірақ қазақ халқы палауды өте жақсы көреді.
бірақ өзінің палауы жоқ та, сол вот қазақтың палауының рецептін шығару үшін мен қазір тоже еңбек етіп жатырмын, эксперименттер жасап, соны Таза қазақи палау болады. иә, ол қазақи палаудың қандай ең басты принципі Қазақстанда өсетін продуктілермен дайындалу керек ол. Получается, сол жаңа қазақстандық палау, ол менюға кіреді, иә? Ол кіреді, иә. Оны шығарып, адамдарға ұнап жатса, міндетті түрде бірінші тест өткіземіз, адамдарға қалай не болатынын. Дегустация болады? Иә, дегустация болады. Ұнаса, міндетті түрде ол менюға кіреді. Күшті. Жалпы сіздер проценттер қалай бөлінеді партнермен? Оны мен айта алмаймын. Да? Иә, ол мен жаңа қанша ақша табамыз, қанша ақша алып келеді, оны да айтқым келмейді. Нормально, Құдайға шүкір, бәрі жақсы, бірақ мен қалай айтсам екен, мен ондай біріншіден ондай заттарды айту маған кішкене өзіме кішкене ыңғайсыздау да, кішкене ұяламын. Бір шетінен біз андай жалпы енді официальный компания болмағаннан кейін айту қажет емес деп ойлаймын. Жалпы осы Макс Плов центр таныстырып өтсеңіз. В общем, мынау біздің бірінші точка, біз тағы да екінші точкамыз бар, бірақ бұл екінші точкада біз бүкіл қателіктерді ескере отырып жасадық. Екінші точканы, бірақ мына біздің бірінші енді қара шаңырақ дейді, біздің родной точкамыз. Бұл жерге келген кезде кәдімгідей андай біртүрлі сезім боламын да мен өзім. Мына, в общем, мына біздің плов центр, мынау кіре берісі, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай расписание, қанша күн істейді, қай уақытқа дейін істейді. Мына біздің открытый кассамыз, бұл летний, бұл жазғы уақытқа выдача мен вынос осында болады. Жаңа агрегаторлармен с собой алып кететіндер осы жерден алып кетеді, ішінде не olma. Мынау біздің жалпы, мынау біздің асханамыз, ең палау жасалатын. Бізде принцип андай ғой, открытая кухня, біз барлығына ашықпыз. Адам көре алады, қандай тамақ жейін деп отқан примерно. Жалпы біздің философия сондай, біз ашықпыз любой адамға, клиентке, ішкі клиент деген жаңа біздің сотрудниктер, оларға да ашықпыз, барлығына ашық, көңілі ашық адамдармыз да, біз бизнес сөйтіп ашып жасаймыз да, біз сол үшін андай адамдар көру керек қалай тамақ жасалып жатқанын. Бұл жалпы андай неге дәлелді, сіз свежий плов жеп жатырсыз дегенге дәлел да осы да, постоянно. Так, мекті, получается, бізде 3 қазан. 3 қазан. Бұл палаудікі, да, басында 2 қазан ба, мынау қазан кішкентай болған, бірақ уже адамдар кеп бастағаннан кейін, оборот алып бастағаннан кейін, біз мына қазанды үлкен қазанға ауыстырдық, и мынаның орнына мына жерде тандыр болатын бұрында, самсыз жасайды. Ол тандырдан ішке көшірдік, іште 2 тандыр қойдық та, мына жерге орнына қазан қойдық. Ар жағында кухнямыз, негізі мына кухнямыз созылып кеткен, андай ішінде бөлмелері көп та. Арғы ең түпкі бөлмеде не жасайтын, лепешка жасайтын. Ол бөлек тандыр ма? Бөлек тандыр, ол үлкен бөлек тандыр, адамның бойындай үлкен тандыр. Яқты жалпы осындай плов центрге обязательно керек оборудованиялар айтып жіберсеңіз? Оборудованиялар, бұл тек қана палау жасайтын болсаңыздар, міне қазан, газ, вытяжка, су. Осы 3 нәрсе болса? И холодильник керек. Егерде плов қосатын болсаңыз, тағы да, самса қосатын болсаңыздар, самса қосатын болсаңыздар, тағы да бір тандыр, тағы да бір вытяжка, тағы да бір холодильник, тағы да бір морозильник қосыла береді. Әр позицияға өзінің оборудованиясы болады. Ішіне қарай өтсек де жүріңіз. Ішін көрсетейін, мына кіреберісте дәретхана бізде, мына стенкасының біз басын, в общем, короче, айта берейін, как есть, қай жерде жаса. Дәретхана, мынау бізде отыратын посадка, мынау бізде касса. Келесіз, мына жерден кассадан заказ бересіз, сізге мынандай қолыңызға талончик береді, талончик номермен бірге. Сосын андай дисплейлер бар. Дайындалып жатыр, немесе дайын деген кезде уже көресіз, заказым дайын, и ар жақта көрмей қалсаңыз микрофонмен выдача бар, объявляйте деді, жүріңіз көрсетейін. Мына жерден заказдарыңызды аласыздар. Уже дайын заказдар ол жақта алынады, Дайын заказдар осы жерден алынады, мындай лампылар бар.
заказдар суып қалмау үшін. И бізде концепция бойынша біз енді халал болғандықтан біздің плов центрде міндетті түрде намазхана болу керек. Ол әр точкада болады. Сол үшін анау намазханамыз, бұрышта намазханамыз бар. Адамдар керек уақытында намазын жібермей дальше кухня и осы жалпы форматы осындай ғой. Бұл жақта қанша адамға посадка негізі? Бұл посадка где-то бір 150 адамға. 150 адамға, арғы точкада да примерно сондай. Плюс-минус 10 адам шығар еще. Сол. В принципе, осы? Бірақ ана точкаға барсаңыздар, ана точкада бұдан да әдемі. Бұл точка өйткені ол жердегі потолоктар биік, бүкіл жаңағы қателіктерді ескеріп етіп жасалған, бірақ концепциясы тура осындай. Тура осындай, иә. Құрметті осы интервьюдағы ең күшті сәт, ол дегустация. Қазір ауыз ашар уақытысы болғаннан кейін біз бір шетінен дегустация болады, бір шетінен ауыз ашамыз. Осындай ситуацияда болып тұрған себебі бүкіл орындар бос емес, ешқандай орын емес. Сол үшін осындай ситуацияда біз тамақ ішейін деп тұрмыз қазір. Ал, давай, ең бастысы мына біздің екі фирменный палауымыз, біреуі самаркандский, біреуі ташкентский палау. Оның айырмашылығы самаркандский палау зығыр майында істеледі, қара май Самарқандтан алдырамыз ол майды. И бұл жерде екі түрлі күріш қолданыламыз біз, лазермен алаңға күріші. И процесі жалпы күрішпен сәбізі слой-слоймен жасаланды, ортасына марля қойып, күрішпен сәбізі араласып кетпеу үшін. Мына ташкентский палауда біз сиыр мен қой етін араластырып жасаймыз. Жерде енді жалпы классический полностью салғанда да араластырып салынады, сөйтіп жасалады. Мына жерде қалай дайындалады, солай салынады. Сосын міндетті түрде палаумен бірге бізде мынандай салаттар бар. Очучук, мынау лечо, мынау редиска, мынау қатық. Одан басқа тағы да бір екі салатымыз бар, бірақ бұл жерге сыймады. Міндетті түрде палауды именно осы заттармен жеу керек. Сосын келесі біздің хит тағамдарымыздың біздің капля самса. Капля самсамен бірге мынандай фирменный соусымыз бар, қызыл соус. Содан кейін біздің мына шашлыктер, 4 түрлі шашлык бар. Біріншісі Наполеон. Наполеон, бұл ташкентский Наполеон, мынау бухарский Наполеон. Бухарский Наполеонда ортасында фарштың прослойкасы бар. Мына өзіміздің чембенский кусковой шашлык, мынау фарш рубленый. Сосын екі түрлі мантымыз бар. Біреуі сиыр етімен, екіншісі сиыр мен асқабақ етінен жасалған манты. Екі түрлі манты. Сосын долма бар. Долма да сыймады. Жерге біздің тандырда жасалған лепешкамыз. Сосын мынау машхурда, фирменный машхурдамыз. Машхурда тоже 3 түрлі бізде суп бар. Машхурда шорпа, кәдімгі өзіміздің шорпамыз. И жаңағы түшпәрә бар. Түшпәрә дейді, бізде Шымкентте түшпәрә дейді. Сол бізде чайларымыз, ташкентский чай, зеленый, қара ташкентский чайымыз. Одан басқа еще комболар, бүкіл осы заттардан жасалған еще комболар бар бөлек. Тағы да не ұмытып тұрмын. Все, вроде басқа, все, бәрі бар. Негіз біз салаттың бір-екі түрін сыйған заттарды алдық, тағы да бір-екі заттар қалып қалыпты негізінде. Қазір өзің разницасын көресің. Мына палау мен мына палаудың разницасы вообще басқа. Сіз өзіңіз мастер-класс бастап көрсетіп жүрсеңіз қалай жеу керек? Палауды негізі былай жеу керек. Палауды бірінші енді традиционный очучукпен жеделеді, бірақ мен сізге совет беремін, өйткені мына нелермен ингредиент емес. Мынау типа бұл допты салат ретінде міндетті түрде осымен жеп көру керек, өйткені мына палаудың отанында именно осы заттармен желінеді. Мысалы үшін мынау бізде қатықты аламыз, былай кішкене саласыздар да, былай алып былай ұрасыз. Сосын міне мынау бұл бізде лечо. Лечомен вообще тема кетеді. Теманы былай қоясыз да, тоже лечомен бір сыпырып аласыз да. Өзіңізде фирменный взглядыңыз бар еді? Все. Мынау бізде самаркандский болды, Бұл самаркандский, мынау ташкентский. Капля самсан міндетті түрде мынау үстінен басып жеу керек. Бір тістейсіз да, мына соусты құясыз, соус құясыз да жейсіз. Мысалы үшін мына редкамен де жейсе болады. Енді мантыны қалай жеу екенін көбісі біледі. Шашлықтың өзінің бір техникасы бар, қазір көрсетемін.
иә былай лепешканы аласыз былай аласыз да ішіне былай не саласыз пияз. пияз саласыз да енді любой кусогын алып мысалы үшін давай мынаны ала салайық иә былай аласыз да былай жейсіз оны кішкене андай мына қатыққа батырып жесең болады кішкене батырып көр қатыққа тема да пушка енді мына машхурданы көр машхурда тоже вообще пушка бізде Так. бұл енді бізде Бухарадан келген бір суповик бауырымыз ағамыз жасайды тоже пушка Машхурда, иә? Негізі бұл Қазақстанда жоқ негізі нәрсе тамақ қой, иә? бар машхурда бар просто бізде өзіміздің рецепттеріміз бар да специальный секретный рецепттеріміз Өте күшті. былай ұра бересіздер Негізі мен осы плов центрдің фанатым негізі. Макс Братан стористарынан көріп, мені каждый раз келіп плов өте дәмді болады. душа береді бізге ас болсын сізге де ас болсын келіп тұрыңыздар Обязательно. Құрметті достар, осымен біздің интервью аяқталды. Міндетті түрде көріңіздер. Осы видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Өте бір пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. давай қай қалада біз қай қалада ашылайық соны жазып жіберіңіздер Соны жазыңыздар, иә. Бір қойылмаған сұрақтар болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде біз сұрап, сол сұраққа жауап аламыз деп отырсамыз. Рахмет.